Барлықтарыңа сәлем. Әсем Гүлдер каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Әсем. Көптен бері түсірілмей кетті. Оның да бір себебі бар. Яғни өте күн ыстық. Түстен кейін шығу мүмкін емес. Қазіргі кезде таңертең сағат 6. Сол кезде сіздерге барлығын түсіріп көрсетіп тұрмын. Біздерде өте астық қатты күтілуде. Мына жердегі шеттегі қызанақтарды күн ара суарамыз десек те болады, себебі құрғап кетеді да, жапырақтар қайырылып кетеді. Және де қиярымызды айтпай-ақ қояйын, күнде суарамыз. Ыстық деген мүмкін емес. Тіпті әлсіреп, дененің бәрін кәдімгідей шашап қалады екенсіз. Енді сіздерге сол үшін мен таң атпай осылай ерте тұрып, мен негізі ұйқыға мықты жақынмын. Ерте тұруым өте қиын, бірақ бүгін ерінбей қызанақтардың артық қиятындары бар, байлайтын бар деген сияқты, сол үшін ерте тұрып суарып сөйтейін деп отырмын. Енді сіздерге бастап көрсетейін. Ең басында міне әрине міндетті түрде қызанақтарын көрсетемін. Так, бүгін айтып жіберейін. Бүгін 10 шілде. Жоқ, 11 шілде. 11 шілде. Яғни суббота күні. Қарап отырсаңыздар, қызанақтарымыз бастап шығып жатыр. Мына шеткісі. Енді бұл жерде тағы артық жапырақтар кейбіреулері шығып кетті қарамағынан. Жаңадан былай көріп тұрсаңыздар. Жақсы. Яғни бұл местный сорт. Және де бір айта кететіні, бұның ішінде сіздерге айтайын, андай бір гүл болады. Мына жерде бар ма, таба алмай отырмын. Сол гүлден көбінесе мутант қызанақтар шығады. Мысалы қараңыздар. Және де міне қараңыздар. Көрдіңіздер ма? Яғни бұл мынандай үлкен гүлден осындай мутант қызанақтар шығады. Негізі бұны алып тастаған дұрыс. Себебі мынандай қызанақтар шығады. Әрі күш кетеді бұған. Сіздерге болып жатса көрсетіп жіберемін. Так, міне қарап тұрсаңыздар, мына барлығы шетінде, шеттен кейін басқа міне ештеңе жоқ. Көріп тұрсаңыздар, бір жағы кішкене қайырылмағанда, мына су тимеген жағы кішкене сәл қайырылған. Бірақ қанша дегенмен қызанақтарымыз бар, көріп тұрсаңыздар. Бұл жерде екі-екіден өсірілген. Және де сіздерге мысалы мынау айтқандай, анда ұзын қылып байлайтын қызанақтар, міне көріп тұрсаңыздар. Бұны көп жерінде не бар? Көп жеріне гүл шыққан, кейбір жеріне гүл шықпай қалған, қанша дегенмен ыстылық, қанша дегенмен әсер етіп жатыр. Және мына да сондай биігі. Және де кішкентайына сіздерге алдында көрсеткенмін. Міне кішкентай қызанақтың жаңағы гномның жайлап бастап шығып жатыр. Гномның несі жайлап шығып жатыр. Көріп тұрсаңыздар. Бұл үйдің айналасында, мысалы, заборлардың айналасында егіп тастасаңыздар, өте әдемі болып тұрып, көріп тұрсаңыздар, жинақ болып. Жайлап осындай өсіп шыға береді. Одан артық өспейді бұл. Сәл өссе, әргесі мынандай кішкентай сәл осындай болады, одан артық өспейді. Так, одан кейін келесі. Бұл қандай қызан екенін білмей тұрмын. Так, бұл жерде әр түрлісі бар енді. Бұл жерде гибрид та бар, жаңағы сорт та бар. Күнде суармасқа болмайын деп тұр. Және де мен сіздерге көрсеткендей, мынау Осю Блю деген, деймін, кажется, сондай сияқты. Яғни фиолетовый қызанақ сорт. Так, барлығы сол, яғни бұның айырмашылығы жасыл несінен білесіз, мынандай. Мынау черный гвоздь. Бұл жаңағы, мынауысы кішкене ашықта болса, мынауысы міне қарап тұрсаңыздар қап-қара. Яғни осылай төгіліп, жаңағы вишня болсап шығады. Так, тағы мына жерде. Мыналарды көріңіздер ме, кішкене ажандағыларын байлау керек. Так, келесі. Мына жақтарда сол. Бұл жағын ең жай өсіргенім, енді жаппай жайлап гүлдеп жатыр. Бірақ дегенмен көп жетті.
Mына жагында да міне мына жерінде гном бар. Мына шөп салып жатыр едім. Артынан ол шөпті онымен жетпей қалды. Кейбіріне жеткіздім, кейбіріне жетпей қалды. Бір жақсы жері қанша деймін, осы шөп салсаңыздар ыстықтан өте жақсы қорғайды. Мына жерде міне кабачоктарым. Бұл кабачоктарды өте жай ектім. Дегенмен үлгеріп жатыр, пісіп, әлі піскен жоқ, енді бастап жатыр. Қазір көрсетіп жіберейін. Қазір міне жайлап, мен күліп тұрған астында міне кабачоктар жайлап шығып жатыр. Так, мына жағында да сол қызанақтар барлығы да. Мынау тыква көріп тұрсаңыздар, асқабақ деген бүкіл жерді алып кетті. Асқабақтың жапырағы енді біршама. Бұны күтімде міндетті түрде суару бар. Және де мынандай ең шеткі жақтарында алады, мынандай. Мысалы, міне асқабақ. Асқабақтың шет жақтарын тоқтатсам, себебі кішкене уже кетіп бара жатқасын, мыналар өссін деп кішкене үлкендеу керек та. Алмай-ақ қоюға болады, неге бірақ егер мынандай мысалы асқабақтарыңыз порционный мынандай кішкентай қылып істесеңіздер, онда алмай-ақ қоюға болады. Ал егер кішкене үлкендеу, ірілеу боламын десеңдер, онда басып жаңағы өсіп жатқан жерін алып тастасаңыздар болады. Ал мынаның ішінде уже алып тастау мүмкін емес. Көріп тұрсаңыздар, міне жайлап асқабағымыз шығып жатыр. Өте көп кішкентайлар. Көрдіңіздер ма? Және де не түрі бар? Ұзынша түрі қазір қарап жүрейін. Міне ұзынша түрі. Барлығымды қарап тұрсам, вишняны орап тастады уже. Міне мынанды, міне бас жақтарын тоқтатып жіберуге болады. Енді басын ағай шықпай қалады, көріп тұрсаңыздар. Мен мына жерде мысалы біреу шығып жатыр, және де біреу шығып жатыр. Сөйтіп тоқтайды. Таңертең біреу от жаққан, малдың тезең иіс, общем, даланың онша емес екен, қанша да емес, кешкеде болмайды екен. Так, сосын және сізге қарбызды бұл бірінші тегіп атым, және де дұрыс еккен жоқпын деп ойлаймын, себебі асқабақтың қасына егіп едім. Асқабақтың жапырақтары бүкіл жаңағы қарбызды жауып кетті. Күн түсірмей тұр. Бір жағынан жақсы, бір жағынан мықты. Қалай енді? Көп түрде күн түсірмей тұр да, негізі шамалы түрде күн түсірмейін жақсы. Және де міне қарбызымыз кішкентай. Бұл қарбыз болғанда оранжевый деген, яғни оранжевый түсті. Ары кетсе бір 3 килограмм болатын, сондай қарбыз. Тек қызыққа өсіріп жатым. Ондай бір жеміз келіп болған емес. Сарғылт түсті қызанақ. Тек қызыққа өсіріп жатырмын. Әзірге тек осы біреу ғана. Мына жақтанда да бар, бірақ олардан шықпай жатыр. Сол күн түспегеннен ме екен? Әйтеуір шықпай жатыр. Так, талдардан абрикос талы. Абрикос талын біз былтыр, одан алдыңғы жыл күзде алған болатынбыз. Сатып басына шықпай. Былтыр жазда шығып, міне, биыл осында гүлдеді, онымен гүлі биыл бастап 3 күн ма сондай шықты, содан бастап жаңа өп қалды. Бірақ мына кәдімгідей өсіп қалған. Мына жерде шие талдары, және де слива талы. Сіздерге алдында көрсеткенім, мен жаңағы тастан шыққан инжирлі шабдалы. Баклажанға келсек, баклажан сіздерге көп түсірген жоқпын, себебі баклажан осы уақытқа шейін көтерілмей бірталай тұрды, ауырып. Көтерілген бойда мен жаңағы нелерін алып тастадым. Так, жанет гүлдерін, оны ертең сіздерге бөлек видео қылып түсіремін. Әзірге жайлап бастап ештеңе айта алмаймын, себебі бәрі гүлдеп жатыр. Мына жағынан да шығып кеткен. Груша, алмұртқа келсек, алмұрттар жайлап бастап өсіп жатыр. Әлі шамалы қалды енді өсуіне. Ондай көп емес, өсіп жатыр. Міне қиярымызды барымша байладым.
Қазір сізге көрсетейін. Мына жағында жастар бар, мына жағында үлкендері. Төтінде біреу көк шөпті өртеп жатыр. Міне иісі кәдімгідей тұншықтырып бара жатыр ғой. Қиярды бүгін бастап жинап тұздауым керек. Өткенде қиярды жинап мен кәдімгі бұлақтың суын білсеңіздер, бұлақтың суына жауып көрдім. Енді соны мұздай суға ештеме қайнатпай, жаңа полипке салып, енді соны көруім керек. Егер нормально жақсы жабылып жатса, мына барлығын сөйтемін. Себебі мен өзім қайнатып жүргенді өзім вообще ұнатпайды екенмін. Егуге ерінбесем де сол жабуға ерінеді екенмін. Міне қанша дегенмен мынандай нелері бар, сарғайып кеткен. Оны кеше мен күлдің жаңағы ағаш жағып, күлдің жаңа несімен суардым. Кішкентай алып, мынандай банкіні корзина 3-тен осы рядкеге қиып сумен араластырып қиған болатынмын. Яғни ол калий жетіспегеннен болады. Калий жетіспегеннен болады, себебі жаңағы жапырақтары сарғайып кеткен, жаңағы күшті жетпейді. Жаңағыда мен мысалы қаншама шығып жатыр, соның барлығына оларға обязательно міндетті түрде қиярдың көп болуына байланысты тыңайтқыш керек. Так, міне көрдіңіздер ме, қиярларым уже өсіп кеткен, соның барлығын жинап шығуым керек. Әзірге осы. Так, мына жерде жүгерлердің барлығы шығып жатыр. Кеуілері шығып, кеуілері мысалы қараңыздар, міне ешқандай сабағы жоқ болғанда жүгерінің сырты көрініп жатыр. Уже мынандай несі болмағасын, сырты көрініп жатыр. Оның алдында міндетті сіздерге көрсеткен болатынмын. Қараңыздар. Так, және де сіздерге көрсетсем, міне уже күн шығып кетті. Ертерек түсіретінді сол. Міне қарап тұрсаңыздар, жаңағы свекламыз, қызылшамыз жайлап шығып жатыр, пісіп. Оны ерте еккен болатынмын, сәуір айында. Жайлап шығып жатыр. Енді бұны да жайлап жинап аламыз. Негізі менің бақшам өте үлкен. Оның көбісі арамшөп, себебі арамшөпті деген қанша дегенмен арамшөп шығады. Негізі көбісі ауамыз айтады, арамшөп шықпайды, бізде білмеймін, жер жақсы боласын ба, арамшөп көп шығады. Барымша жылам, соны қайтадан шығып кетеді. Жаңбыр жауса тіптен өсіп кетеді. Және де мынаның қызылшаның жағында картоптар, бір ряд картоп қалдырған болатынбыз қызыққа. Себебі бұны ештеме орамағасын, бұны қызыққа қалдырып тұр. Бұл да қалқына шыққан, көреміз енді. Күзге дейін кеше жинағанында үлкен боламын екен, соны салыстырамыз. Және де мына жерде кеше картоптың орны бос, мына көріп тұрсаңыздар. Енді осы жерге бұйыртса жаңағы несем қияр егемін. Қиярым уже жайлап мұртшасы шығып дайын тұр. Мына жерді кешке рәткілеп, кешке қияр егемін. Қиярды да егіп үлгересіздер. Мына жерді ойса басқа бірдеме салайын деп тұр, құрылыс сол үшін су қалдырып тұр. Қалған жерін жаңағы қияр егемін. Мынау құлпынайды күзде ма көктемде реттестіруім керек, яғни ряд арқылы отырғызуым керек, себебі мұртшасы өсіп, барлығы өсіп, іші мүмкін емес болып кетті бұның іші. Сол себепті солай өсіру керек болып тұр. Жаңағы рядкеге отырғызу керек болып тұр. Биылша қоя тұрамыз. Ішінде тек арамшөпін тазалаймын да. Беріп болды, бірақ көп берген жоқ, шамалы берді. Себебі осылай болғандық шығар. Бір жағынан жер деген кішкене құнарсыз. Соны кімға деп те ойлаймын. Міне, мына жерде көріп тұрсаңыздар, абрикос көшеттері мен укроптар, жаңағы нелер бар. Петрушка, зелень сияқтылар, және гүлдер бар. Гүлдерде мен мынау мысалы сізге айтқан мынандай гацания гүлі, яғни таңертең кезде осындай болып тұрады. Пиязистерге тоқталайық. Бұрыштарға. Бұрыштарымыз көріп тұрсаңыздар, жайлап өсіп жатыр. Қарап тұрсаңыздар, міне бәрінде бұрыш бар. Алдында сіздерге көрсеткендей, жаңағы бойын жаңағы ретке келтіріп отқан арқасында осылай міне тез бұрыштарымыз шықты. Міне сіздерге көрсетейін. Міне. Енді арасында ештеңе жоқ. Содан кейін бастап уже тәтті бұрышымыз қаптай бастайды. Міне. Барлығында солай бар. Міне. Мынау енді бізде редискі, яғни редискісінің тұқымын алайын деп осындай қойып қойдым. Яғни
Güllegenden keyin mындай болуп чыгады. Сонун ичине рискин тукум чыгат. Солай. Міне перецтерimiz. Жаңағы бұрыштарымыз, тәтті бұрыштарымыз оның жағында. Жаңағы түрлі түсті. Міне орам жапырақ жайлап бастап. Қазір қарайын, ішінде бар ма, шыққан жоқ па. Міне бастап шықпаған. Былай өсіп жатыр, құрт түсіп жатыр, қайта-қайта. Барымша жаңағыдай не істеп жатырмын. Чеснок шашып жатырмын, бұрыш шашып жатырмын деген сияқты. Және де сирен. Міне көріп тұрсаңыздар барлығы. Осы менің қызым. Основной ең бастысы қызанақ өсіп тұр. Содан кейін қияр, жоңжақ дейді. Бұйыртса биыл емес, келесі жыл бұйыртса көп жерін қияр қылам ба деп ойлап отырмын. Себебі қиярды мен кішкентай жерде ғана ектім, көріп тұрсыздар ғой. Мына жерде кішкентай жерде ектім, бірақ сонда да әйтеуір нормально шығып жатыр. Міне қиярды жинап алдым. Көріп тұрсаңыздар, міне енді соны тұздауым керек. Кішкентай жерден болса да әйтеуір шүкір, жинап шығып жатыр. Таңертең 2 жеп қойдым. Мынандайын, осындайын. Сосын және мыналарды тұздауға алып қойдым. Яғни мындай үлкендер де бар. Мындайлар да бар деген сияқты. Болмақша болмаса каналға жазылыңыздар. Тағы да видеолар болады. Қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Жақсы болыңыздар.